жаңалықтары сіздермен бірге мен мектеп президенті Нағашыбай Назар. 1-14 қыркүйек аралығында мектепшілік абайлаңыз балалар тақырыбындағы 10 күндік жалғасуда. 7 сынып оқушылары арасында біз жолдағы қауіпсіздікті қолдаймыз атты конференция өткізілді. Мақсаты жолда жүру ережесін есте сақтауға, оқушыларға жол белгілерінің неше түрі бар, оның білу не үшін қажет, бағдаршамның жол белгілерін ақтаратын қызметі қандай екенін үйрету, жол ережесін есте сақтау қабілетін, қызығушылықтарын арттыру, барлығымызға ортақ қойылған тәртіпті бұзбауға тәрбиелеу. Өткізуші Жақипова Назира апай. Қыркүйек күні 1-4 сыныптарға қоғамдық көліктерді пайдалану ережелері тақырыбында полиция қызметкерлерімен кездесу өтті. Мақсаты оқушылардың бойында бір-біріне мейірімділік қарым-қатынасты қалыптастыру, қоғамдық көліктегі тәртіп ережелері туралы ұғым беру, сөздік қорын байланыстырып, сөйлеу қабілеттерін, тілдің грамматикалық дамыту, сөйлемдерді таза, анық айтуға үйрету, оқушылардың адамгершілік, мейірімділікке, өзінің іс-әрекеті үшін жауапкершілікке тәрбиелеу. Тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына сай жас жаяу жүргіншілер тақырыбында 3-6 сыныптар аралығында қабырға газет байқауы өткізілді. Мақсаты оқушылардың жолда жүру ережесі, жол белгілерінің түрлері жайында білімдерін толықтыру, жол қауіпсіздік ережелерін есте сақтауға, орындауға баулу, ой-өрісін дамытып, түсініктерін кеңейту, оқушыларды көшеде дұрыс жүріп тұруға, жол ережесін сақтауға тәрбиелеу. Өткізуші Оңталап Нұргүл апай. Мектебімізде 11 қыркүйек күні отбасы күні мерекесіне орай оқуға құштар мектеп жобасы аясында бір ел бір кітап тақырыбында іс-шаралар жүргізді. Мақсаты отбасындағы қарым-қатынас мәдениеті туралы түсінік беру, отбасы отанның бір бөлшегі екенін ұғындырып, оқушылардың бақытты жанұяға деген қызығушылығын арттыру. Отбасы күніне орай мен және менің отбасым атты фотокөрме ұйымдастырылды. Отбасы мемлекеттің іргетасы. Отбасы адам баласының өсіп-өнер, қанат жайып түлеп ұшатын алтын ұясы. Осы отбасы мүшелерінің жарасымды тірлігін көрсететін фотолар фотокөрмеде көрініс тапты. Көрмеге қойылған Қорғанбековтар отбасы бас жүлдемен, Жакешевтар отбасы 1-ші орынмен, Ғазизовтар мен Сералиевтар отбасы 2-ші орынмен, Абулкасановтар, Сәрсенбаевтар отбасы 3-ші орынмен, Оңғаровтар отбасы, Шарифуллаевтар отбасы, Раушанбековтар отбасы алғыс хатпен марапатталды. Отбасы мерекесіне орай 4-5 сыныптар арасында отбасы бақыт мекені сурет байқауы өтті. Мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту, жас ұрпақ бойында адамгершілік отбасылық құндылықтарды қалыптастыру, ата-аналарына отбасына деген құрмет пен сүйіспеншілікке тәрбиелеу. Әр суреттен біз отбасы сөзіне деген құрмет сезімін осы жарық әлем үшін нәзік сезімді барынша жеткізуге тырысқанын байқадық. Әр сурет өз ерекшелігімен көзге түсті. 1-ші орынмен Үкібаева Каусар 4-ші А сынып, Ертас Аяулым 5-ші Б сынып, 2-ші орынмен Бағдаулет Еркебұлан, Кеңес Ислам 5-ші Б сынып оқушылары, 3-ші орынмен Шаймаханова Аружан, Алданыш Айбол 5-ші Б сынып оқушылары марапатталды.
Отбасы бақыт мекені апталығының жоспарына сәйкес 5-11 сыныптар аралығында отбасы отанымыздың діңгегі тақырыбында мүшәйра өткізілді. Мақсаты оқушылардың отбасы туралы түсініктерін кеңейтіп, өз жанұясы туралы әңгімелеуге, олардың жақсы қасиеттерімен көпшілік алдында бөлісуге, өлең арқылы ойларын жүйелі жеткізу білуге тәрбиелеу болатын. 5-11 сыныптар арасынан барлығы 12 оқушы сайысқа қатысып, әділ-қазылар алқасының шешімімен бас жүлде 11-ші А сынып оқушысы Сезова Әлия, 1-ші орын 8-ші А сынып оқушысы Байұзақ Гүлзат, 2-ші орын 5-ші А сынып оқушысы Сәрсенбаева Айжан және 3-ші орын 7-ші В сынып оқушысы Жамбылова Диана иеленді. Өткізуші Смағұлова Гаухар апай. Нашақорлыққа жол жоқ. Номері 85-ші орта мектебінде облыстық білім басқармасы мен облыстық полиция департаментінің бірлескен жоспарына сәйкес нашақорлықтың алдын алу және болдырмау мақсатында мұғалімдер және оқушылар арасында семинар өткізілді. Мектебімізде Адал ұрпақ еріктілер клубының ұйымдастыруымен 15-ші қыркүйек күні асылдың бірі адалдық тақырыбында жалпы сынып сағаты өткізілді. Үйірме сағатының мақсаты оқушылардың бойына адамгершілік пен адалдықты, пәктік пен тазалықты ұялату. Еріктілер клубының жетекшісі Сәрсенбаев Тұрар ағай адалдық жайында түсіндірме мен видеоролик көрсете отырып, оқушылардың жеке ой пікірлерін тыңдады. Мектебіміздің Дарын дебат клубының жылдық жоспарына сәйкес 9-11 сынып оқушыларының арасында сырттай оқу қажет тақырыбында дебат өткізілді. Мақсаты мектеп оқушыларын дебат ойына тарту және дебат туралы ой-сананы қалыптастыру болатын. Орталық жетекшісі Молдаханов Мұрат. Мектебімізге қарасты Диірментөбе бекетіндегі 1-ші, 3-ші, 4-ші сынып оқушыларына сынып жетекшісі Төлепбергенова Таңшолпан апайдың ұйымдастыруымен электр тоғының қауіптілігі тақырыбында сыныптан тыс жұмыс жүргізілді. Осы аптадағы жаңалықтар осымен аяқталды. Келесі эфирде кездескенше сау саламатта болыңыздар.